Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен өзімнің бүгінгі авторлық бағдарламамды ұсынуға келіп отқан Алматы қаласы Алатау ауданы номер 160 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Жұмабекова Гүлнара Сейіткамаловна. Бұл бағдарлама 34 оқу сағатқа есептелген және 10 сыныпта қазақ тілінде элективті сабақтар өткізуге арналған. Бұл курстың арқасында 10 сынып оқушылары мәтіндік ғылымның негіздерін үйренеді, қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша жұмыстарға әлдеқайда жақсы дайындалуға мүмкіндік беретін, прозалық және ақындық шығармаларды талдау бойынша жұмыс жасау жүйесін дамытады. Бағдарламаның мақсаты мәтін бойынша жұмыс істеу кезінде оқушылардың дағдыларын қалыптастыру. Оның міндеттері: негізгі мәтіндік түсініктерді игеру, ауызша және жазбаша түрде оқитын оқушылардың келісілген сөйлеуін дамыту, мәтінді талдай білу қабілеттерін қалыптастыру, оның проблемасын анықтау, түрлі тақырыптағы өз шығармаларын мәтіндерін жасау. Жұмыстың түрлері: лекциялық, практикалық сабақтар, топтық жұмыс, жеке жұмыс. Бағдарламаның әдістері: сөйлесу, мұғалімнің түсініктемесі, зерттеу, байқау, салыстыру және талдау. Оқушылардың жұмыс түрлері: мәтінді түрлерін бақылау, бастапқы кодын жасау, мәтінді редакциялау, көркем және стильдерді мәтіндік талдауы, модуль бойынша мәтінді құрастыру, жазу, тезис, ғылыми және журналистик әдебиеттермен жұмыс жасау, диаграммалық алгоритм кестелерін жасау. Күтілетін нәтижелер: бастапқы кодты қысу бойынша жұмыс істеуді үйрету, мәтінді талдай білу және осы мәтінде келтірілген мәселе бойынша өз көзқарастарын білу дағдыларын меңгеру, лингвистикалық және әдебиеттану саласындағы жаңа білім алу, әр түрлі мәтіндік талдау жүргізе алады. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Өзімді таныстырып өтейін. Мен Алматы қаласындағы нөмірі 160 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі Байызова Қаламқыз Қайыртайқызы боламын. Сіздердің назарларыңызға 6 сыныпқа арналған аптасына 1 сағат, барлығы 34 сағат көлемінде оқытылатын орыс сыныптарында қазақ тілі мен әдебиет пәнінде комикс жанры арқылы оқушылардың тілін дамыту тақырыбындағы элективті курс бағдарламасын ұсынғым келеді. Элективті курстың мақсаты комикс жанры арқылы оқушылардың қазақ тілін меңгеру деңгейін арттыру, сөйлеу дағдыларын дамыту, қызығушылықтарын ояту. Мағжан Жұмабаев атамыз айтқандай, сабақ беру үйреншікті жай ғана шеберлік емес, ол жаңадан жаңаны табатын өнер. Комикс дегеніміз әртүрлі сюжетті суреттер арқылы белгілі оқиғаға оқушылардың өздері құрастыратын әңгімелері. Комикс ағылшын тілінен комик күлкілі идеяларды, бейнелерді сурет арқылы жеткізетін мәтін мен визуалды ақпаратты қатар қолданатын әдебиеттің саласы. Комикс бұл хикая мен визуалды іс-әрекеттің бірлігі. Әлемдік әдістемеде қолданылып келе жатқан комикс жасаудың мынадай жолдарын көрсетеді. Ғаламтордағы Paint бағдарламасымен салынған суреттер, дайын анимацияларды, мультфильмдерді, суреттерге түсірілген суреттерді пайдалану тағы басқа. Оқытушы қазақ тілін үйрету барысында төмендегі тапсырмаларды құрастыра алады. Сұрақ қоюға үйрету, шағын диалог құрастыру, берілген суреттер арқылы әңгіме, ертегі мәтін құру, өтілген тақырыпты қорытындылау, тағы сол сияқты мақсаттарды шешуге болады. Комикс жанрының құндылығы неде? Комикстерде қарапайым сөйлеу тілі қолданылады. Сурет арқылы комикс мәні түсінікті болғандықтан жаңа сөздерді есте сақтау оңайлай түседі. Орын тапшылығына байланысты диалогтар өте қысқа, жинақы, ықшам түрде беріледі.
Қазақ тілін оқытуда комикстерді пайдалану сабақ пен оқулық материалдарын түрлендірудің қосымша мүмкіндігі болып табылады. Комикстер сөздік қорын ауызекі тілдегі сөздікпен байытады. Комикс мотивация құралы болып табылады. Өйткені олар пәнге деген қызығушылықты арттырады. Шығармашылық логикалық ойлау қабілеттер қалыптасады. Қалай қолдану қажет? Лексиканы оқытуда, грамматиканы оқытуға үйрету үшін, сөйлеуге үйрету үшін, жазуға үйрету үшін, тыңдауға үйрету үшін. 8 сыныпта Қозы Көрпеш Баян Сұлу жыры бойынша Казакомикс KZ сайтын пайдалана отырып жүргізілген сабақтан үзінді. Сайтта берілген жырдың комиксін орыс тілінде оқып, танысып шығады. Дайын берілген комикс үзінділерінен кейіпкерлерді сөйлетіп жазады, немесе орыс тіліндегі репликаларды қазақ тіліне аударады. Дайын болған комикстерді көпшілік алдында баяндап береді. 7 сыныпта берілген «Маған классикалық музыка ұнайды» тақырыбында берілген Ақсақ Құлан туралы әңгіме бойынша комикс жасап, мәтіннің түсінігін айту. Ком сайтында берілген Ақсақ Құлан мылқау мультфильмін тамашалайды. Мультфильмнен комикс жасап, кейіпкерлерді сөйлетеді. Комикс бойынша сөйлеу көпіршіктеріндегі етістіктерді тауып, шақ түріне ажыратады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Алматы қаласы Алатау ауданы номері 160 жалпы білім беретін мектебінің қазақ тілі және қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Аханова Мөлдір Абдрашидовна боламын. Бүгін мен сіздерге ұсынбақшы болған бағдарламамның тақырыбы 11 сыныптарда аптасына бір рет өткізілетін қазақ тіл пәніндегі сөз мәдениетін алып отырмын. Бағдарламаның мақсатына келетін болсақ, бағдарламаның мақсаты оқушының өзіндік көзқарасын қалыптастыру, тұжырымдарын өз уақытында жеткізуге үйрету, өмір жағдаяттарын өзіндік шеберлікпен алу. Бағдарламаның міндеті оқушының бойында ұлттық құндылықты қалыптастыру және оқушыны мазмұнды, дәйекті сөйлеу қабілетін ашу болып табылады. Сөз мәдениеті адамдардың бір-бірімен қатынас құралдарының ішіндегі өмірде ең қолданылатыны және ең аса маңыздысы ол тіл болып келеді. Сондықтан адамдар арасындағы қатынас мәдениеті туралы айта отырып, сөз мәдениетін соқпай кету мүмкін емес. Сөз мәдениеті әдеби тілдің ауызша түрлеріне және нормативтік игеру, тілдік амал тәсілдеріне айтылатын ойдың мақсатына сай орнымен қолдана білу, сөйлеуде мәдениеттілік, әдептілікті нығайта таныту болып табылады. Тіл мәдениеті тіл білімінің әдеби тілінің нормасы мен оның дамуын, сөйлеу тілі мен қарым-қатынасын зерттеді. Тіл білімінің тілдік басқа салаларымен айырмашылығын айта кететін болсақ, оның күнделікті өмірде тілдің қолдануы, жазылуы, сөйленуі, мәдениеті мен қарым-қатынаста болуы өте тығызды. Тіл мәдениеті қамтитын тілдік норманың үш түрі бар. Тілдік норма, оған лексика, сөз жасамдық, грамматика, дыбысталу нормасы. Екінші этика, сөз нормалары, сөйлеу этикасының ережелері. Менің бүгінгі алып отырған бағдарламам осы тақырыпқа сай келеді. Ал үшіншісі коммуникативті норма, сөйлеу қарым-қатынасының тиімді жоспарлары. Қорытындылай айта кететін болсам, сөйлеу мәдениеті ұғымын мемлекеттік деңгейде көрсету деген ұсыныс туындап отыр. Сөйлеу мәдениеті жайлы түсінік, оның анықтамасы, ережесі, қолдану сипаттары жайлы еңбектер алдағы уақыттарда көбірек жазылса екен деймін. Замана уақыт талабына сай еленіп, електен өтсе екен деймін. Ол үшін қазақ тіліндегі орфографиялық сөздіктер мен ізге түсе қадағаланса, бүгінде бірде-бір сөздің өзі 1-2-3 түрлі жазыла береді. Бірде қосылып жазылады, бірде дефис арқылы беріледі, тіпті бөлек жазылады. Орфографиялық сөздікте мұндай сөздердің дұрыс жазылуы көзге анық жазылса, ескерусіз, еленсіз күйде кешуде. Біз қалай жазатын болсақ, біздің артымыздағы шәкірттеріміз, оқушыларымыз дәл солай сөйлеу мәдениетін қалыптастырады. Сондықтан да сөйлеу мәдениетін дұрыс жазудан бастауды ұсынар едім. Назарларыңызға көп рахмет, сау болыңыздар.
Сәлеметсіз бе, құрметті әріптестер? Мен Чамкарова Асылжан Бақталовна, нөмір 160 жалпы білім беретін мектептің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі. Алматы қаласы, Алатау ауданы. Әдістемелік құрал тақырыбы қазақ әдебиеті сабағында жаңа ақпараттарды беру жолдары. Мақсаты: қазақ әдебиетін оқу сабағында жаңа ақпараттық технологияларды қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын арттырудың тиімді жолын анықтау, оқушылардың ақпаратпен жұмыс жасау іскерлігін қалыптастыру арқылы коммуникативті қабілеттерін, ақыл ойын, танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, алған білімдерін практикалық іс-әрекетте қолдануға үйрету. Болжам: егер жаңа ақпараттық технологияны әдебиет сабағында тиімді пайдаланса, оқушылардың пәнге деген қызығушылығы, танымдық белсенділігі, зерттеушілік іскерлігі, шығармашылығы артады. Еліміздің өркениетті елдер қатарына ұмтылуына байланысты қазіргі кезеңде білім басты мәселе болып отырғаны баршамызға аян. Бұл білім берудің әлемдік деңгейіне сай болуды білдіреді. Олардың ең бастылары: білімнің әрбір адам тағдырындағы мәнділігін күшейту үшін оның дара тұлғаға бағытталуы, қоғамдағы рухани құлдыраудан арылу үшін білімді ізгілендіру, әр баланың білім алудағы өз қабілеті мен ынтасына сай туындаған сұраныс қанағаттандыру үшін білім беруді саралауды күшейту, көп нұсқалы білім алуға мүмкіндік жасау. Жаңа ақпаратты беру әдістері: мультимедиалық әдістер, бейнеролик, аудио, анимация, интерактивті карта. Жоба әдісі: оқушылардың өз бетімен ақпарат іздеу мен талдауы, дискуссия мен пікірталас, жаңа ақпаратты талқылау арқылы түсіну, интерактивті тапсырмалар, QZ сияқты платформалар, презентациялар, бейнесабақтар, онлайн викториналар, Google Classroom, Padlet, Canva құралдарын пайдалану, визуалды ақпарат есте сақтауды 70%-ға арттырады. Ақпараттық коммуникативті технологияны кеңінен пайдалана отырып, оқушылардың қазақ тілі мен әдебиеті пәніне қызығушылығын арттыру. Осы жағдайда өз шешімін тапқан әлемдік білім кеңістігіне енудің маңызды шарттарының ең бастысы оқушы құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі де іске асар еді. Оқушылар электронды оқулықтар мен интернет желісімен жұмыс істей алады. Оқушының білімі қысқа мерзімде және кез келген уақытта бағаланады. Орындаған жұмыстарының қателіктерін бірден көруге мүмкіншілік тудырады. Интерактивті тақтаны еркін қолданады. Ақпараттық мәдениетін дамытады. Сабақта уақытта үнемделеді. Оқушылардың коммуникативті қабілеттері дамиды. Зерттеу дағдылары дамиды. Оқушылардың пәнге деген қызығушылықтары артады. Әрбір оқушының шығармашылық мүмкіндігі ашылады. Мысалы, Абайдың қара сөздері тақырыбында аудио нұсқасын тыңдау, Абайдың өмірі туралы бейнеролик көрсету, Padletте қара сөздерден алған ой тақырыбында талдау парағын толтыру. Сабақ қызықты және есте қаларлық өтеді. Оқушылардың танымдық белсенділігі артады. Ақпаратты қабылдау жылдамдығы мен сапасы жақсарады. Оқушы шығармашылыққа бейімделеді. Жаңа ақпаратты беру жолдары заманауи оқушылардың негізгі талабы. Әдебиет сабағында жаңа технологияларды тиімді қолдану арқылы оқушылардың ойлау қабілеті, сөйлеу мәдениеті және рухани дүниесі дамиды.